часто сұрайтын сұрақтардың бірі ғой. Қытай тілі ағылшынның орнын баса ала ма деген сияқты. Баса алмайды. Себебі ағылшын тілі интернационалдық тіл болып қала береді. Себебі ол оңай. Екіншіден, білесіздер, енді ағылшын тілі осы уақытқа дейін қалай дамыды деген сияқты. Екіншіден, Қытай тілі, жаңа айтып өткенімдей, Қытай тілін оқу ағылшын тілін оқи салатындай, тілді оқи салатындай ғана емес. Ол жерде сен мемлекеттің ойлау жүйесіне кіруің керек, халықтың ойлау жүйесіне кіру керек, менталитетін оқу керек деген сияқты ғой. Сол жағына бұл бірінші себеп, екінші себебі иероглифтар. Иероглифтар оқу ол ұзақ уақыт алады. Көп адамның уақыты жетпейді деген сияқты. Бірақ Қытай тілі қазірдің өзінде бизнес және экономика тілі болып қала береді. Себебі бизнес барлық тұрғыда, ақш болсын, біздің Центральная Азия болсын, Орталық Азия болсын, басқа мемлекеттер болсын, қазір бизнес тұрғыда Қытаймен байланысты. Ал бизнесті Қытай тілін білмеу, жасау өте қиын. Өйткені Қытайда 95% халық қытайша сөйлейді. Ағылшынша білмейді олар. Сондықтан Қытай тілін білмей бизнес жасаймын деген, және бизнесті өркейтемін десеңіздер, Қытай тілін үйрену керек.